Армысыздар достар, YouTube каналымызда сұхбат, ерекше сұхбат, өздеріңіз жақсы білесіздер. 17-18 желтоқсан күндері, желтоқсан оқиғасын еске алу күндері, биыл 35 жыл толады. Әлде ашылмаған тұстары бар. Бүгінгі менің қонағым желтоқсан оқиғасы кезінде тағылған айыбы әлі алынбаған Жанатбек Жақып ағамыз. Қош келдіңіз аға. Қош келдік. Жалпы қалай болды? Қалай естідіңіздер? Көп жағдайда жаңағыдай жатақханаларды аралап, ертең шығыңдар деген әңгіме болды деп айтады. Біреулер шығу керек деп әңгіме болады. Сіз өз басыңызда қандай болды? Мен ондай қазір сондай әңгіме шығарып жүрген азаматтар бар. Осы ұйымдастырық деген, ұйымдастыруды бір адамның басына тедіп, бір догма жасап жатқан азаматтар бар. Мен оған қарсымын, ондай болған жоқ. 16 күні шығарылған, Москвада шығарылған шешім бойынша қонайыпты орнынан алды. Біз таңертең өзі 17 күн таңертең жұмысқа келген кезде жұмыстағылар гу-гу әңгіме болып жатыр екен. Қай жерде жұмыс? Мен Қазақфильмде жұмыс істейтінмін. Сонан кілең жастар болатынбыз. Сосын айтты, бұл не тұрс? Кеттік алаңға. Біз ешкімді бізді хабар берген жоқ. Өзіміз міне шықтық. Сол жерден 6-7-8 адамдай Қазақфильмге шықтық. Қазақфильммен алаңға бардық. Алаңда енді басында агитационный жұмыстар жүрді. Қайтыңдар, бұл дұрыс емес, бұл шешім әлде анықталады деп кішіне артын жұмсақтатып. Осы менде бір сұрақта кешіріңіз. Алаңға енді бұл уақытқа шейін ешқандай ондай алаңға шығу болмаған ғой? Болмаған. Ондай бір оқиға жоқ. Қазір енді бірдеңе болса, қит етсе алаңға шығуға болады енді. Өз ойымды айтуға. Ол кезде ондай алаңға шығу жоқ. Енді сіздерге кім айтты оны? Алаңда жиналып жатыр екен деп. Бері қарай автобуспен жұмысқа келеді ғой біздің балалар. Сонда айтып жатыр. Алаңда бір 30 шақты адам тұр, 40 адам тұр, жинала бастапты деп. Сол әңгімені естіген, онда бізде барайық, сол қараны көбейтейік. Бұл неге дұрыс? Біз әуелетте бұл нәрсеге қарсымыз деп барлығымыз бірден шықтық. Сол жағы бірінші Сәтбаев көшесін болсын, бізде жұмыс бір 200-300 жерден бір ойдым бір аралшықтар болатын, аралшық сияқты адамдар. Ортасында кенбіңізда бар, тығылып жүрген, ішкі әскердің адамында бар, үлкен депутат ағалар да бар, барлығы кіріп бізді көндіріп жатыр. Қайтыңдар, дұрыс емес деп. Бірақ ешқасын біз тыңдадық та, сосын қолды бірақ сілтедік. Бұл дұрыс емес. Біз алаңға шығып, өзі ойымызды айтуымыз керек. Трибунаның алдына баруымыз керек. Біздің айдалада мына Сәтбаевта тұруға тиісті емеспіз деп, барлығымыз айқайладық та, жігіттер былай істейік деген сияқты жігіттер шықты. Мен емес, басқа жігіттер шықты. Жігіттер мұнда тұрсақ тұра береміз. Алаңға барайық, трибунаның алдына барайық. Президенттің өзі шықсын, басқа шықсын, ол кезде секретардың өзі шықсын, сөйлесейік деді. Сосын біз бәрін, агитаторлардың бәрін тастап, біз неге жылжыдық, алаңға жылжыдық. Енді ол жерде менде кішкене алаңға, ол жерде кішкене активный болып кетсем керек. Сол Кенбенің көздеріне түскем. КГБ? КГБ, ол кезде КГБ. КГБ. Кішкене басқарушылық өзім организатор, ұйымдастыру қабілетім бар адам болғам. Қазақфильмде кім болып істедіңіз? Қазақфильмде мен суретші аниматор болғам ол кезде. Соның бәрінен комсорг, сол сияқты қоғамдық жұмыстар болды ғой. Өзім қабілетім солай болатын. Соның менің артыма бір адам жанымда ілесіп жүрген, гражданский киіммен, бір орыс жігіті жүрген. Сол ақыры форумтан өте берген кезде менің қолымды қайырды да, артқа қайырдап, дедектеп алаңның ортасына апарды. Алаңның ортасында ол енді бірінші қамалу деген әңгімеге келе жатырмыз. Сол алаңның ортасында ППМ тұрды ішінде. Соған жетектеп әкеп кіргізді. Қарасақ күштеп пе әлде жай жүріңізді? Қолымды қайырып, дедектеп ауыртатып. Мен орыс жігіті еңгезердей жігіт болатын. Мен оны ойыншық құрлы көрген жоқ. Мен жүгіртіп алып ана жерге алып бардық, апарып қамады. Енді ол жерде қарасам, негізінен тағы да сол Қазақфильмдегі жігіттер екен автобустың ішінде отырған.
бәріміз отырдық. Соның кейін енді бізді жаздық, қайдан шықтың, кімнен келдің деген сияқты бір армян офицер екен. Сол енді жақсы сөйлесіп жатыр. Бізде де бұл Ереванда да бізде де осындай болған деген сияқты әңгімелер айтты. Бірақ енді ол әңгіме маған тың әңгіме, өйткені советтік уақытында қарсы шыққан ондай қоғамдық тербелістер болмаған сияқты көрінген, бірақ жаңағысының айтуына қарағанда сондай болды. Бұл кішкене күш бітіргендей болды да бізге. Сосын жағы халықтар көбейді, жағы шындығында халық қарақұрым болып кетті уже. Көбісі жастар. Көбісі жастар. Үлкендер бар ма? Үлкендер болды. Үлкендер де, жас бала да, оқушы бала да жүр. Мен сіздерге айтайын. Кейінде мен қамалған кезде оқушы балалармен де жаттым. Мен соларды қорғаймын деп, оқушы балаларды қорғаймын деп жүріп, мен таяқ жеп, басымнан ұрып, тілімді шайнап, қазір тілімде таңбада бар сол соққыдан. Айтайын дегенім, ол жерде негізінен студенттер болғанмен, жұмысшы жастар болғанмен, ара-құра үлкен кісілер де болды. Қазақша киінген апалар да болды. Арқасында сурет қойып сумкалары бар жас балалар да болды. Тіпті менің жанымда Тұрдығұлова Ардақ деген 5 жашар қыз да болды. Тұрдығұлова Мариям деген мен қазақ фильмінде істеген қыз, өзінің балабақшаға барып жүрген қызын ертіп жүрді. 5 жасар. Солай болды. Сонан сол халық бізді шығарыңдар деп біз енді ұсталып қалғаннан кейін сондай мәселе көтерсе керек. Соның кейін машинаның ішінде? Иә. Немесе изолятор ма? Жоқ, машинаның ішінде, тор машинаның ішінде, автобустың ішінде отырмыз. Сосын жағы біздің артта қалған жастар бар ғой, бізді көрген. Солар айтыпты, келісімге келген, сендер Фурман көшесінің арғы бетіне өтсеңдер, ана бөліп айтқанда, біз жаңа шығарамыз автобустағыларды деп. Соның кейін біздікілер шегініп, Сәтбаев жағына ары қарай шыққан, алаң ар жағына. Сол кезде бізді шығарды. Бірінші рет солай қамалған. Ал екінші рет шығарып тастады, кетіп қалдыңыздар. Бізді білесіз ба, біз жұмысқа бір барып қайтайық деп шештік. Өйткені бізде жұмыста бастығымыз Істілеуе Ізмағамбетова деген бір қазақтың бір жақсы апайымыз бар болады. Сол бізге бастық болатын директор. Сол кісі бізді ақырын барс екен деп отырған іштей сездік та таңертең келген кезде. Сосын бастықтан ақырын 2-ден 3-ден сыртқа шығып бара жатырмыз, жағы Істілеу апай байқамай отырып, қағаз жазып байқамай отыр жағы. Бізді бәріміз шығып кеттік. Бірақ енді сол кісіге, сол нәрсесіне зиян келіп қала ма, сөз естіп қала ма, сөгіс алып қала ма деді де, жұмысқа барып бір көрінейікті, қайтадан келейік деді. Жұмысқа апайға барып көрініп, жұмыс деген сендікті қайтадан сағат 3-4-тердің кезінде қайтадан келдік. 17-сі күні? Сол күні қайтадан алаңға бардық та, алаңға барсақ. Адам көбейген? Адам одан да көбейген. Алаңның сыртын 4-5 қатар әскери адамдар қоршап алған. Алаңға кіруі де жоқ, шығу да жоқ. Біз қалай да кіреміз дедік. Сосын бәріміз топтасып алып, бір күшті жүгіріп барып өтіп кетейікші дедік те, бәріміз топтастық та бірге жүгіріп өтіп, жағы 5 қоршауды да тесіп, алаңның ішіне кірдік жастарға. Қанша адам? Біз өзі де ол кезде 7-8 біздің артымызға қосылды ғой ол. Кіре алмай жүрген адамдар. Біз сөйтіп алаңның ішіне кіріп кеттік. Соны кіріп кеттік. Алғашқы мәселе бізде бұл бейбіт кейіп беру керек болды. Біз енді бәріміз бір-бірімізді қолымыз ұстап, өлеңдерімізді айтып, домбырамен өлең айтып, жағдай сондай жасайтын болдық. Біз әрине ол жағы, біз айттық Мирошхин деген кісі болған, солымен сөйлесейік. Тіпті сол болсын жағы бірінші секретар. Назарбаев шықсын, Әуелбеков бар деген сияқты сол кісілердің бәрін атап, алаңның алдында жағы сол кісілердің атын айқайлап сөйтіп тұрдық. Соны бір кезде қоршап тұрған солдаттардың ішінде бір военный офицер келіп, әрбір адамға 10 адамнан кейін бейтіп команда беріп келе жатыр да. Бір уақыттарда сол арада бір қазақтың қызы жағы жүгіріп барып, жағы қырғыздар болу керек, жағы солдаттар. Қазақ екеніне қалды да барып, сендер қазақтар бізге осындай, бізге өздерің қазақ болып бізге қарсы соғысып жатсыңдар,
ұрып жатсыңдар деп сондай әңгіме айтып жатыр еді. Жаңа іш жағынан бір орыс жігіт солдаттардың қалқасынан келіп жаңа қыздың басынан дубинкамен бір-ақ ұрды. Жоқ, қыздың тура қарағысынан тисе керек, ол шалқалақтап бара жатыр еді, қыздың артынан бір жігіт барған, сол жігіт көтеріп алды. Соны солдаттар бүйтіп шлемдерін түсірді, жаңа бізге оқтан енді соғысқа шығатыны белгілі болды. Мен енді шында алғашқы кезде ондайды көрмеген, советтік милицияның солай бізге қарсы шабатын көрмеген нәрсе басымызға сыймады, кішкене қорқыңқырап, кішкене өзімнің басқаны қайда, мен өзім аяға бір-екі шегін шектедім қорқып. Сөйтіп едім, жанында Үміт Жұбанышева деген қыз болатын, өзі қазақ фильмнен келген. Қорқпа, маған жекіп тастады. Жағы әйел адамның маған солай сөйлеген маған өтіп кетті де, жағы екі жағында екі тұрған қызды екеуін тастай салдым да, жағы тура шешелерінен боқтадым да, тура солдаттарға тура шаптым. Соны мен бір 10 метрдей шапқаннан кейін артынан тағы жігіттер қосылды. Сөйтіп жалаң қолмен соғылсын жағы солдаттар. Бір кезде солдаттар уралап бізге шабады, уралап тұрып шабады бізге. Біресе олар шегінеді, біресе біз шегінеміз. Кәдімгі соғыс болды. Төбелес. Біз жалаң қолмен жүрміз. Олар жағы каскіменен, күрекпенен солай соғысып жатыр бізбенен бірге. Сонан бір қарасам аяғыма бір пожарный комплекті де болады ғой, шланғы, шүпірік шланғы, басы алюминий. Сол аяғыма орала кетті да, соны көтеріп алдым да, жағын ақырындап кеңейтіп барып, жағы айқайлап жүрмін жағы. Жағы енді әбден жынданып кеткен, боқтап жатырым, соғысып жатырым. Бір уақытта жағы немен рупормен айқайлап жатыр. Поймайте в белом шарфе, поймайте в белом шарфе деп барлық бүкіл солдаттардың вниманиесі маған кетті. Мен жағын жақындатпаймын, жағы боқтап. Бір уақытта жағы анау басы шүперек нәрсе, ана солдатқа соғылды, мына солдатқа соғылды, ана дубинка қалынды, сөйтіп айланбай қалды шлангым. Сонан әбден жағы солдаттардың ызасы өтіп кеткен маған келіп, сол жерде жағы ұрып жатыр барлығы. Ана дубинка деген басыма тұмақты былай байлап алғам, мойнында жағы ақшар. Сонан ұрып жатыр, жағы білесіз ба, мен жағы дубинканы ұрған сезінбейтін болдым. Бір уақытта тура қарағұсқа тиген бір дубинка сылқ еткізді, аяқ қолым жібере салды. Бір уақытта аналардың бәрі әбден ыза болып кеткен, жағы мені тепкілеп жатыр, аузы бұрыннан теуіп жатыр, мына теуіп қабырғамды шытынатып жіберген. Әбден сонан бір уақытта тепкіледен адам есінен тандым. Денем босап, сала берді, есінен танып қалдым. Бір уақытта жағы трибунаның жанында мынандай баспалдақтар бар, дәл осындай. Келесі басым соғылып келе жатыр бұлай қарай. Сүйреп жатыр. Екі солдат аяғынан сүйреп келе жатыр. Сонан жағы екі солдат жатыр, есім кіре бастады. Соның кейін екі солдат, төрт солдат алды да, екі қолынан, екі аяғынан алды, ырғап лақтырып жіберді. Келдім да бір жерге түсе қалдым. Мен ойлаған бір мраморға, полға түсетін шығар. Сөйтсем жұмсақ бір жерлерге түстім. Соны қарасам, астында жатқан адамдар. Бір 10-15 адам бұлай төбешік болып жатыр. Мен соның үстіне жаттым. Соққыға жығылғандар. Иә, соққыға жығылғандар. Олардың бәрі өлді деп айта алмаймын. Осылай есінен танып жатқан шығар, басқа апыр-топыр болған уақыт қой. Соны мен жаттым, менің көйін жата тұрайын, күш жинайыншы дедім. Соны бір уақытта келіп үстімен тағы адамдар келіп түсті. Соны маған ана қабырға тепкілеген жақ, қабырғам шытынаған, соны кішкене ауырмасын деп қолымды былай нетіп бір кеңістік жасаншы дедім қабырғама. Сөйтіп едім, мына ожыл, мынаны тіріліп кетті деп мені суырып алды жаңғылар адамдардың ішінен. Оның крупқа салып ұра бастады. Біреу сұрап, біреусіне жағалап барып, екіншісінен ұстай қалам, екіншісі ұрат, тәлтіректе бар, үшіншісін ұстай қалам. Сонда былай қарап отырсам, алға тағыда ППМ деген автобус болған, клетка, есігі бар ішінде. Соны қыздар жігіттерді қолын бұрап кіргізіп батыр екен. Бір 100 метрдей жерде. Сосын ойладым, егер мен 100 метр жерде жағы жүгіріп барып сонда кірсем, менің жаным қалады. Егер кірмесем, бұлар мені өлтіреді деп ойладым. Соның біреусі бір ұрған кезде тәлтіректеп алдым да, жан деген керек нәрсе екен.
жағы жеткізбедім ғой артындағы солдаттарға. Тура анаға барын аналарды артынан қолап келе жатыр. Есікке жақындай берсем, есікті жаба салды жағы жерді. Екі темірді тордан ұстай қалдым, мына қолымнан ұрып, мына дубинкалармен ұрып тастаған ғой бәрін. Жібермеймін жағы, есіл-дертім жаны ішіне кіру, басқа ой жоқ. Жібермейді. Соның кейін жағы сол жерде есімнен танып қалдым, тағы да ұрып тастаған. Бірақ жақсылық құрай мен сол машинаның ішіне кіргізіпті мен. Солай деп алғашқы түрмеге түскен кезім солай. Алып барды. Бірден тергеді ме, әлде бәріңізді қамап тастады ма? Бізді барды, белдігімізді, жағы мен атыш ұзын шарфымды, ол өзді Андрон Михалков деген режиссер, Андрей Михалков деген режиссер болған, соғысының шарфы. Мен бір ағама берген, ағам маған берген. Сол шарфты, белдігімді бәрін алып, бәрімізді қамады. Соның көйін енді тергеулер ақырын басталып жатыр. Өйткені анаяқта қыздардың ұрған, шыңғырған дауыстары бәрі естіліп жатыр бізге. Бірақ енді мен жағы советтік кинолардың көп әсері бар ма? Білмедім, мені апарған кезде жағы мынаны кім ұйымдастырды, басшыларын кім деген сияқты сұрақтар басында көп болды. Ештеңе айтпаймыз, қасарып тұрып аламыз, білмейміз өйткені. Әбден жағы қасарсып, жағы тұрып аламыз, олар кеп, ұрады кеп, олар енді дегенде ішінде қазағы, орысы бәрі бар. Бізді ұрып жатқандардың ішінде. Қазақтар қазақша сөйлейтін қазақтар ма? Жоқ, орысша сөйлейтін. Негізінен орысша сөйлейтіндер нетті. Енді қазақша сөйлейтіндерде де мені бір тергеудің кезінде бір Қабдырахман Отарбаев деген жолдасым атады, екеуміз бірге барғанбыз. Мені сондай қатты ұрды қазақтың жігіттері. Досыңызды? Жоқ, ол досымды ұрған жоқ, мен ұрды. Сол кітабында жазып жатыр да өзінде, естелігінде. Сол енді қазағы орыс емес, идеологияның өтіп кеткені ғой сол адамдарға. Сол аямай ұрды, мен жүремай қалдым, мысалы, ұрғаннан. Сондай жағдайлар болды. Ондай допростар көп болды, ол мен біреусін ғана айтып тұр. Неше күн болдыңыз ол жерде? Мені бірінші жағы бір роводыға алып келді, советский роводыға. Сол жерде бір күн қонғамыз жоқ, сразу жағы бір тергеу изоляторын алып келді, бір түрме сияқты жерге. Түрме деуге болады. Соған апарып алып келді. Бір комнатада сол бір 5-6 адам комнатаға бір 20-30 адам сыйғыз жіберді ғой деймін. Демалатын жер жоқ. Солай. Бір бұрышқаны сау тұр, әлі дәрет аламыз. Қалған жерін бәріне тұра келіп тұрамыз. Сөйтіп сол жерде 3 күн тұрдық. Сол 4-ші күні жағы сот жасады, көшпелі сот жасап, бұлай қырмыздан, елімізден суретке түсіріп, сөйтіп кішігірім сот жасап соттады. Қанша жылға? Жоқ, мені көп емес, біздікі жағы 15 сутка деп айтамыз ғой, сол кезде сондай болды. Бірақ сіздің жағы бүйтіп солдаттарға кедергі жасағаныңыз оларды айтылған жоқ па? Мұнау кедергі жасады. Оны айтпадық. Сен алаңға неге бардың дегенде, мен жұмысқа бара жатқам, бәрімізді бір сылтау айтуға көштік. Бәріміз өйткені бізге түрмеде жатқан кезде, түрменің терезесінен бір қазақтың бір майор кісісі келді да бізге айтты. Жігіттер, тура ештеңе айтпаңдар. Жұмысқа бара жатып көріп қалдым, андай-мұндай деген сияқты сөздерді айтыңдар. Сенде қорықпаңдар. Қазақстанның барлық жерінде ол сен сияқты жігіттер көтеріліп жатыр, қорықпаңдар деген сияқты бір қазақ майор кісі солай әңгімелер айтқаныңа біз кішкене арқаланып қалдық. Бұл 17 күні болған жағдай. Кейін ертеңде тағы болған, оны сіздер білмейсіздер. Мен жоқ, мен ол кезде қамалып жатқам. Мына алаңға жиналған кезде мінберде тұрып сөйлеген адамдар болды ма? Қайтыңдар, мысалы үшін мынадай деген, әлде ол кезде ондай бір не болған жоқ па? Жоқ, ол кезде көп адамдар болды. Мен как раз сол ненің алдында болғамын. Біздің елдің басшылары да болды, ол жерде әртістеріміз де болды. Жағы ол кісілердің атын атауға болмайтын шығар. Әртістер де талай осыны менмін деген әртістердің өздері де сол трибунаға қайтыңдар да.
Ол кісілер бар өмірде әлі. Біразы кетті, біраз бар. Бізде әлі күнге шейін сол адамдар айтылмайды. Білмеймін енді. Ол кісілердің жаңағы былайша айтқанда бір нұқсан келеді деп ойлаймын. Енді ол кісілерді де өздері шыққан жоқ қой, оларға да шығыңдар, қайтарыңдар деп мәжбүрлеу мүмкін ғой. Мәжбүрлеу, әбден мәжбүрледі. Жағы айтып отырмын ғой, Қазақ СССР-ның үлкен қайраткерлері, нелері шығып сөйледі, оларды біз білдік мәжбүрлеп сөйлетіп отырған. Бірақ енді олар өздерін бұлай адамның бір қатыгез ойы, арам ойы болса білінеді ғой. Ол кісілер айтқанда, балаларым, қайтыңдар, жүрмеңдер деп көздеріне жас алып солай сөйлегендері біз ойладық, бұл кісілерді біз күштеп айтқызып жатыр деп түсіндік. Біз солай түсіндік. 15 күн жатқызды, жұмысқа бардыңыз, жұмыста күтіп тұр. Жұмыста бәрі күтіп тұр. Маған әдейі бір жағы 2 КНБ-ның жігітіне бір бөлме беріп қойған. Олар күнде менімен айналысады. Күнде сұрайды, не үшін бардың, қалай болды? Психологиялық әсер бергісі келеді маған. Мені комсомолдың жиналысына салды, бірнеше рет салды, аудандыққа апарды, қалалыққа апарды. Жаңа қазақ фильмінің ішіндегі жиналыстардың өзі бір-екеуісі бір-біріне ұқсайтын жиналыстар. Бірақ бір жиналыс қатты есімде қалды. Мені партия жиналысына салды. Бірақ мен партияда да жоқпын. Бірақ партия жиналысына салып. Сол кезде жағы біздің партияның қазақ фильмде Зиновьев деген кісі болды. Енді орыс болғаннан кейін орыс деп жүргенбіз. Оның қазір бір артықшылығын айтам. Сол жиналыста болып жатыр, сонда бір қазақтың жағы кино художнигі Ыдырыс Қарсақбаев деген болған. Мен ортада тұрмын, бәрі маған тиісіп жатыр деген сияқты. Соны Ыдырыс Қарсақбаев етті. Мен атын мен өзі білетін. Жанатбек, сен мысалы көшеде бір қазақ пен бір орыс төбелесіп жатыр. Сен қайсына көмектесетін едің деді. Сосын мен айттым, егер қазақсыз болса мен орысқа көмектесетін едім деді. Сол кезде кісілердің бәрі коммунистер ғой, жиналыста отыр. Не күлерін білмейді, не білмейді, бір тек қана Серік Қалдаев деген бір Қуыршақ театрының директоры болған. Сол кісі тоқтай алмай былай тығылып тұрып күлді ғой. Негізінде шығармашыл адамдар ғой енді қазақ фильмде барлығы. Бұрын бір-бірлеріңізді көріп жүрсіздер. Ол Зиновьевті бұрыннан танитын шығарсыздар. Ол кісі мен Зиновьевке ұмытпай кеткенде айтайын, орыс жігіті, ол кісіге мен әбден қудалаудан бір жарым ай мен әбден шындығында психологиялық әсер етті. Сосын мен бір күні ол кісіге бардым. Мен қазақ фильмін жұмыстан шығайын. Сізге бір ауыз айтып кетейін деп едім. Жоқ, Жанатбек деді, сен жұмыстан шықпа деді. Бұл заман өтеді деді. Сендерді тура халық кейін іздейтін болады деді. Мына пайғамбар сияқты жаңағысының айтқанын қарашы. Бұл заман өтеді деді. Біз былай өте жіңішке қараймыз. Орыс, қазақ деп. Көрдіңіз ба? Ол кісі мына системаны түгел біліп тұрған әулие сияқты сөйлеп отыр, көрдіңіз ба? Соның кейін айтты, мен жүрген кезде сен осы жерде жүресің. Қиналсаң келесің маған деп. Көрдіңіз ме, жағы орыс кісі мені солай қазақ фильмін шығармай ұстап қалды. Мысалы, соған қатысқан деп бір айып тағылды ғой енді. Ол жаңағы еңбек кітапшасына жазылды ма? Мені комсомолдардан үсті-үстіне шығара берді, Сылтауғылы орталық неге қалаға апарып, комсомолымды өткізіп ел жұрттың көзінше сондай бір концерттер жасады. Сон бір жылдан кейін мен Москваға оқуға барғым келді. Жағы ВГИКке оқуға түскім келді. Сосын жағы о кезде атында айтқым келмейді, енді үлкен кісі директор болатын. Ненің? Қазақ фильмінің директоры болатын бір кісі. Бардым. Өйткені маған не жазып алу керек қой? Направление емес, характеристика жазып алу. Мінездеме. Сол мінездемені біздің өзіміздің бөлімдегілер әдемілеп тұрып жазып берді. Соның кейін бардым. Барсам, жаңа кісі бәрін сызып тастап, кейбір сөздерді қалдырды да, 1986 жылы алаңдағы Брежнев алаңдағы көтерілісіне қатысқан деп жазыңдар обязательно. Қазақ кісі ма? Иә. Өзі белгілі кісі.
Оны қазір біз тауып аламыз ғой. О жылдар деген ол немес қой. Қазір бар. Иә. Ол кісі бар. Атын айтуға болатын еді, Сламбек Тәукелов деген кісі. Иә. Соныменен ол не дәлелдегісі келді ол кісі? Ол өзінің орнынан қорқады ғой. Қазақфильм директоры болып отырған нәрсе. Егер осындай баланы жіберіп қойды, басқаша ойлайтын адамды Москваға жіберіп қойды, оқуға жіберіп қойды деген сияқты сөздер болуы мүмкін. Ол кісінің де артында да адамдар тұр ғой. Ол кісінің де бір шетіне түсінуге де болатын шығар, білмеймін. Бірақ соны сөйтіп жаздырып, бәрібір Москваға бардым, жағы жаман характеристикамен. Жағы сразу оқыған кезде маған айтты, балам қайта бердім дейді. Сен бұл жерге жарамайсың. Мәскеуде? Иә, характеристиканы оқыған кезде айтты, сіз мынандай характеристикамен өте алмайсыз. Желтоқсан деп басына атап айтқан жоқ. Сіз мынандай характеристикамен бұл жерде өте алмайсыз. Қайта беріңіз дейді. Өзіңіздің бір сұхбатыңызда біз Орыс империясының құлымыз, құлдықтан құтыламыз және тәуелсіз ел боламыз дедік деген екенсіз. Өздеріңіз үкіметпен келісімге келгіміз келеді деп отырып, бұлай сөйлеуіңіз керек емес пе? Мысалы, сол кездегі басшылықпен келісімге келеміз деген сияқты бір сұхбатыңызда. Біздің ойымыз шында не болды? Үкіметпен келісеміз. Жағы мүмкін Москвадағылар жағы Колбиннің орнына басқа бір қазақты, я болмаса Қазақстанда істеген орыс ұлты болса да Мерешкин деген сияқты сол күзін қойса, біз оны қайта халық кішкене орнына келеді деген ой болды. Ол болып болмағаннан кейін біздің білуімізше бұл өзі Москвадан ертерек жасалынған жоспар екен. Бұл операцияның өзінің аты да бар. Осындай жастар қалып көтеріледі, сонда осындай солдаттар, танкілер бәрін дайындап қою. Свердловскідан жағда келген жетім өскен балалар, аяушылығы жоқ, соларды алып келу, солардың барлығы жазылып қойылған екен. Көрдіңіз бе? Ол кезде сондай көзқарас болды, кейін басқаша көзқарас болды. Мысалы, сіз ол кезде бір 25 жаста шығарсыз? Мен 25-темін. 25-тесіз. Ол кездегі сіздің көзқарасыңыз бөлек. Қазір, мысалы үшін 60-қа жақындап қалдыңыз, сіздің көзқарасыңыз қазір басқаша қарайсыз. Мен, мысалы, ол кезде мен мектепте баламыз, бізге сондай хабар келді. Сол желтоқсанға қатысқан бір жігіт біздің ауылға қашып келіп мұғалім болған. Кейін бір жарты жылдан кейін ол жігітті алып кетті ма, алып кетпеді ма, бірақ кейін біз үлкейгенде естідік, ол кісіні соңынан түсіп, арнайлап келіп алып кеткен екен. Ондай қудалаулар болды, ауылдарға барып, енді бұл жерде біреулердің коллективтің жаңағы ұжымның басшыларына да байланысты болды. Жалпы осыдан кейін, енді сіздер шығармашыл адамсыз, жаңа Зиновьевті айтып отырсыз, былай қаланың ішінде жүрген кезде бір басқа ұлттардан бір басқаша көзқарас болды ма? Осылардың арқасы, осылар көтерілді деген сияқты бір былайша айтқанда келіспеушілік, конфликттер болды ма? Мына желтоқсан оқиғасынан кейін тура жаңағыдай сіз айтқандай сияқты қарама-қайшылық анық болған жоқ. Бірақ сескеніп жүрдік. Өйткені біз желтоқсанға шейін көретініміз жағы орысша сөйле, сондай қажағыларды көп көрдік. Солда шығар бізді шығарып отыр. Бізде оны шет жағасын көрдік. Қалаға барған кезде орысша сөйлеңдер, автобустың ішінде талай айтылды, талай төбелес болды. Бізде кішкентай баламыз ғой. Бірақ осыдан кейін басқа ұлттардың көзқарасы қалай болды? Жалпы қазақтардың өзі жиналды ма? Кішігірім былай. Бір кішігірім ана оқиғадан кейін сабақ болды ма қазақтардың өздеріне? Өздеріне өте сабақ болды. Жақсы. Бірақ жағы желтоқсандықтан кейін көбіне екі этнолог бар ғой, жағы орыс, қазақ. Арамызда бір суық арада перде пайда болды. Көшеде де сескенетін болдық. Мен біраз уақытқа шейін қойында шынжыры болды. Өйткені ана жерде орыстар жабылып кетті, мына жерде қазақтар жабылып. Сондай әңгіме көбейді. Иә, солай болды. Өзім шынжырды бірақ пайдалана алмадым, бірақ болды. Бірақ менен қорқып қашқандар да талай болды. Орыс халықтары менің түрімді. Мен бір қазақша бөрік киіп ап, жағы
кәдімгідей желтоқсан оқиғасынан кейін кәдімгі өз жерімізде адымызды ашып жүретін болдық кәдімгідей. Сонымыздың өзі әсер бере ме, орыстардың өзі қаша бастады бізден. Бізді көре бастаған кезде. Қараңғы жерде ол кісілер жүрмейтін. Жақсы, енді біраз әңгіменің басын қайтардық. Бұл енді жалпы осы оқиғадан кейін 87 жылы болу керек. Румынияда болды, басқа да социалистік елдер арасында, Венгрияда болды. Сонда былайша айтқанда осы тәуелсіздік сол кезде бір енді Горбачевтың басқарған кезде перестройка дейді, қайта құру дейді, бір алғашқысы болып біз бастаған секілдіміз. Яғни қазақтың өзінің несі бастады, Қазақстан. Сосын ары қарай осы СССР көлемінде жалпы СССР-ге қатысты социалистік елдер, тек СССР емес. Сосын сол Прибалтика тәуелсіздік алды, сосын ары қарай Әзірбайжанда болды. Осы мәселелер төңірегінде біз желтоқсандықтардың өздерінің күшіменен халықаралық конференция жасадық. Біз Польша мемлекетінен, басқа Украина дейсіз ба, бір 20-дан аса ғалымдарды шақырдық. Және олардың көбісі де желтоқсан туралы мақалалары, сондай кісілердің барлығын шақырып, осы Астанада өткіздік. Сонда осы мәселелердің бәрі көрді. Бұл желтоқсан событие емес, оқиға емес, желтоқсан көтерілісі деп атау туралы сол кезде шешімде шығарылған болатын. Бұл желтоқсан көтерілісі оқиға емес. Бұл өйткені бүкіл СССР көлемінде, социалистік лагерь ішінде алғашқы қарлығашы және олардың барлығына санасына саяси өзгерістер әкелуіне әсер еткен үлкен көтеріліс деп саналды. Бұл әзірге оқиға, негізі сіздердің ойларыңызша бұл көтеріліс, желтоқсан көтеріліс деп айталу керек, солай одан не өзгереді? Одан не өзгереді? Оған деген көзқарас өзгере ме? Жаңағы желтоқсанға байланысты қалай айтсам екен, әлі бұлай кейбір желтоқсаншылармен сөйлескен кезде көпшілігі дұрыс ашылмады, дұрыс бағасын бермеді деп айтып жатады. Бірақ енді қазір осы 2 күнді атаудың өзі бір уақыт керек шығар. Кім біледі? Уақыт өткендей өтті ғой, міне 30 жыл өтті, одан да көп өтті, 35 жыл өтті желтоқсан болғанына. Бірақ оқиға деген сөзбен көтерілістің екеуісінің айырмасы өте көп. Оқиға, мен аяғымды сындырып алдым мына көшеде. Ол оқиға. Ал көтеріліс ол халықтың ойларының, саяси түсініктерінің бір белгілі бір шекке шығып, шектен асып шығып, бас көтерулері, сондай ойлар. Ол қоғамдық не дейді? Резонанс туғызды. Негізі бір, былайша айтқанда үлкен ауқымды емес енді, бір кішкене оқиға, бірақ бүкіл Кеңес одағына, бүкіл әлемге тараған оқиға. Енді сіз жаңа көтеріліс деп отырсыз ғой. Мүмкін көтерілістің сипатында болмаса да, бір сондай оқиғалар жаңағыдай біреуді қиратып, толық қаланы жаулап алып, болмаса да, бірақ сол кішкене ғана бір 2 күндік дүние көтеріліске сай болды. Өзі қазіргі заманның форматында жасалынған көтеріліс қой. Қазіргі заман форматында. Содан кейін тағы бір сұрағым, жалпы 16 желтоқсан бұл енді біздің тәуелсіздік мерекесі, биыл 30 жылға толып жатырмыз. Кей жағдайда осы тәуелсіздік мерекесіне келген кезде жаңа желтоқсан оқиғасы, әзірге оқиға ғой, сол 17-18-і, сол екеуі қатар келген кезде бір тәуелсіздікті аса бір қатты тойлай алмай қаламыз бір. Ана оқиға тұрады да бізде. Бұлыңғырлап жібереді. Желтоқсан оқиғасының реңі бір бұзылып кететін сияқты. Оның үстіне ар жағында тағы жаңа жыл тұр. Жаңа жылды әрлеуді 16 декабрьден кейін емес, декабрьден бастайды. Желтоқсаннан бастап жаңа жыл шыршалар тұратын мәне. Жоқ, енді қазір бұрынғы мемлекеттік деңгейде емес, бұрын жаңағы мемлекет билік ертерек бастайтын еді ғой. Бұрын қазір енді 16 желтоқсаннан кейін барып жаңа безендіру басталады көп жерлерде. Бірақ енді жергілікті кейін қазір енді жеке
жаңа компаниялар, жеке бір ғимараттар, олар ерте бастап кетеді, олар енді тоқтата алмаймыз. Бірақ бұл жерде біздің де осы тәуелсіздікті көбірек насихаттап, соған жұмыс жасау керек шығар. Рахмет әңгімеңізге. Көп-көп, танысқаныма өте қуаныштымын. Бұл қазір енді оған қатысқан сіздер былай қарағанда 60-та алқындап қалдыңыздар, 60-тан астыңыздар. Жалпы 55 елдің ағасы болып отқан, көп жағдайда бір 4-5 адамның ғана аты аталады, қалған енді бір ол үшін міндетті түрде бірдеңе болу керек па? Міндетті түрде жағы бір протоколдар бар ғой, меніңше жоғарыдан келіп отырған. Аты аталған адам, белгілі бір адамдар ғана сөйлейді. Ол көбіне былай, мен көбіне жиналыстар болады, әртүрлі қоғамдық шараларда желтоқсанмен байланысты. Бізде артық адамды сөйлеткізбейді. Тіпті бізге келген журналистер, репортерлардың өздері біледі, кімнен ғана репортаж алу керек. Басқа адамға алмайды. Сіздердің олардың қолынан микрофон жұлып ала алмайсыз. Сөйлейінші деп қолынан тартып көрсеңіз, жұлып алады, жақындатпайды. Сондықтан бұның бәрі протоколмен шешіледі, әлің көшейін. Факты, деректер бар ма, мысалы үшін, сіздің мұндай жаңағы тергелгеніңіз, мынадай суреттеріңіз, солардың енді көп болмаса да жанымда болған Үміттің жасаған жақында картинасы бар. Мені 91-ші жылы Асия Байқожиевнаның «Хроника декабрьских событий» деген фильмде сол 91-ші жылы осылай сізге айтқан нәрселерді мен сол жерде айтқанмын, мысалы ертерек. Сол ертедегі алғашқы желтоқсандықтардың тізімінде тұрмын, ертеде бір кітапша шыққан. Негізі түрмеде түсірген суреттер бар, тергеудегі. Сондайлар нәрселер бар, бірақ мен жағы ақталуға берген кезде жағы кедергісіз маған ақталу қағазын берді. Прокуратура. Көп-көп рахмет. Енді мен сіз туралы сол жаңағы газет бетінен оқып, арнайлап, сіздің осындай екеніңізді білмедім, енді кешіріңіз. Сол уақыты келгенде бұл тағы да ашылар, тағы да зерттелер, тағы да бұл туралы көптеген дүниелер шығар. Ең басы өз аузыңыздан естідік. Сол жақсы күндеріңіз көп болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біз әрдайым осындай тек жақсы нәрсе айтуға тырысамыз. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Енді қазір азат елде өмір сүріп жатырмыз. Тәуелсіздігіңіз баянды болсын.